Шавкат Рахмонов бүкіл әлемнің ең үздік жауынгерлерінің бірі. Шавкат UFC-дің жартылай орта салмақтағы чемпиондыққа басты үміткер. 17-0 рекордына ие, барлық жекпе-жегін уақытынан бұрын аяқтаған әлемдегі жалғыз жауынгер. Ел мақтанышы батырымыз туралы біз арнайы видео шығарған болатынбыз. Видеоның астындағы сілтемеге өтіп қарап кетсеңіздер болады. Ал бүгін біз арнайы бай өмір айдарын бастағалы тұрмыз. Бұл айдарда, яғни рубрикада біздер жауынгерлеріміз бен спортшыларымыздың толық өмір жайлы сөз қозғаймыз. Табатын ақшасы, тұрып жатырған үйлері, айдап жүрген көліктері және отбасылары туралы. Сіздермен бірге Азамат арнасы және де бұл бай өмір Шавкат Рахмонов. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер жайлы сөз қозғайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Шавкат Рахмонов ұзақ уақыт бойы өзінің отбасысымен бірге Көкшетау қаласында тұрған. Соңғы 5 жылдықта ол Алматы қаласында тұрып келеді. Дәлірек айтсақ, Розбакиева көшесінде орналасқан Мега Таурс тұрғын үй кешенінде өмір сүрген. Өзінің айтуы бойынша бұл пәтерді Шавкат жалға алып отыр. Себебі өзінің сатып алған үйінде әлі күнге дейін ремонт жүріп жатыр. Сонымен қатар 5 наурыз өткен UFC 285 турнирінде жеңіске жеткеннен соң оған Ақтау қаласынан 2 бөлмелік пәтер сыйлық ретінде берілген. Бұдан басқа Алматы қаласында Фортобанк акционері және Дартин спорт командасының негізін қалаушысы Алидар Отимуратов Шавкатқа 3 бөлмелі пәтер сыйлаған еді. Автокөліктері жайлы көп ақпарат жоқ. Алайда Instagram желісінен шыққан ақпаратқа сүйенсек, 2020 жылы UFC-дегі алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жеткеннен соң Шымкент қаласындағы бауырларымыз 2019 жылы Toyota Camry 70 автокөлігін сыйлаған. Көліктің орташа бағасы 16-17 миллион теңгені құрайды. Қозғалтқышының көлемі 2,5 литрлі 181 аттың күшін құрайды. 6 стоптық автоматты автокөліктің максималды жылдамдығы 210 км/сағатты құрайды. 100 км/сағат жылдамдыққа 9 секундта жетеді. Сонымен қатар Шавкаттың 2018 жылғы Lexus LX 570 автокөлігі бар. Қозғалтқыштың көлемі 5,7 литрлі 367 аттың күші бар. Біздің нарықтағы орташа бағасы 55 миллион теңгені құрайды. Бұдан басқа Шавкат Рахмоновтың 2021 жылғы Hyundai Palisade автокөлігі бар. Өзінің айтуы бойынша бұл автокөлікті отбасысы үшін алған. Бензинді қозғалтқыштың көлемі 3,5 литрлі 249 аттың күші бар. Көліктің Қазақстан нарығындағы орташа бағасы 27 миллион теңгені құрайды. Бұдан басқа Шавкатқа әр қалада жылқылар сыйлаған болатын. Өзінің айтуы бойынша оның қол астында 20-25 жылқыға таман бар. Шавкат Рахмонов үйленген, 2 қызы және де 1 баласы бар. Үлкен қызы 5-те, екіншісі 3-те, ал кенжесі 1-ге толған. Алайда жеке өмірін және де отбасын көрсетпейді. Сондықтан біз әйелі мен балдары туралы көп айтпаған жөн деп ойлаймыз. Шавкаттың 2 ағасы және де 1 қарындасы бар. Қарындасы Сора Рахмонова өзі секілді аралас жекпе-жекпен айналысып, жергілікті промоушнде чемпион атанған. Сонымен қатар ММА және де панкратион бойынша әлем чемпионы. Кәсіпқой мансабындағы рекорды 4-те-1-ді құрайды. 26 қыркүйек күні Лас-Вегас қаласында Сора Рахмонова UFC-ге өту үшін Дана Уайт үміткерлер сериясына жекпе-жек өткізеді. Оған қарсы жеңіліп көрмеген литвалық Эрнесто Городскейта шығады. Қарындасымызға сәттілік тілейміз. Дәл қазір Шавкат Рахмонов жекпе-жегі үшін 50+50 гонорарына ие. Яғни жекпе-жек өткізген үшін 50 мың доллар алады. Жеңіске жетсе бұл сумма тағы да 50 мың доллар қосылады. Бірақ 5 наурыз UFC 285 турнирінде өткізген жекпе-жегінен соң UFC президенті Дана Уайтпен кездесіп, жаңа келісімшарт жайлы сөз қозғалған. Сондықтан келесі жекпе-жектерде Шавкат Рахмоновтың гонорары біраз есе көтерілуі мүмкін. Өзінің айтуы бойынша соңғы жекпе-жегінен соң 200 мың долларға жуық гонорар алған еді. Бұдан басқа Шавкат біраз компаниялардың бренд амбассадоры. Ең біріншісі Горилла энергетика. Бәлкім өздеріңіз дүкендерден сатып алған Горилла банкасынан Шавкаттың суретін байқаған боларсыздар. Бұдан басқа Шавкат отандық Баян Сұлу компаниясымен жұмыс жасап бренд амбассадоры болып келеді. Және де біраз уақыт бұрын ұялы телефонды қорғауға арналған XC брендімен келісімшартқа отырған. Және де UFC ростердің жауынгері болғасын UFC 4 ойынына қосылған. Сонымен қатар Black Asset, яғни крипто NFT компаниясымен келісімшартқа отырып бренд амбассадоры болып келеді.
Соңғы жекпе-жегінен соң Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен және спорт министрі Асхат Ораловпен кездескен. Бұл кездесуден кейін Қазспорт телеарнасы Шавкаттың жекпе-жектерін тегін көрсетеді деген тұжырымға келген. Сонымен қатар спорт министрлігі мен Шавкатқа қаржылай көмек беріледі деген әңгіме болған. Сондықтан жақын болашақта Шавкат Рахмоновты депутаттар қатарында көріп қалуымыз мүмкін шығар. Бұдан басқа Шавкат Рахмонов Ақтөбе облысы Қобда ауылында су тасқынының кесірінен зардап шеккен отбасыға үй салып беруге уәде берген. Солай Қобда ауылының тұрғындарына жаңадан 24 үй салынып, мемлекет қорынан материалды және финансты көмек көрсетілген. Және де өзінің айтуы бойынша жақын уақытта Қазақстанның әр қаласында Шавкат Рахмоновтың атымен арнайы спорт залдары ашылады. Соның арқасында миллиондаған жасөспірімдер спортпен айналысып, мемлекетімізге біраз жаңа чемпиондар пайда болады. Сөзсіз, Шавкат Рахмонов біздің еліміздің басты батыр жауынгеріміз. Кезінде бүкіл ел Геннадий Головкиннің жекпе-жегі үшін таңда тұрып жүрсе, ендігі кезекте Шавкаттың жекпе-жектері. Батырымыз UFC чемпиондығына басты үміткер. Сондықтан жақын уақытта чемпиондық белбеуге қол жеткізгенін тілейміз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, осы бай өмір айдарын ары қарай жалғастырайық па? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.